Медицинаның дамуына қарамастан, ғасырда да балалы болу қауіпті бизнес болып қала береді. Атақты адамдар ең жақсы медициналық көмекке қол жеткізе алатындықтан, анағұрлым артықшылықты жағдайда, бірақ олар да босанудың асқынуынан иммунитетке ие емес. Барлығы туралы бәрі арнасы жүктілік кезінде ауыр проблемаларға тап болған және балалы болу олардың өмірін қиюға жақын болған атақты әйелдер туралы әңгімелейді. Бейонсе 2017 жылы әнші екінші рет ана атанды. Оның ұлы Сер мен қызы Руми дүниеге келді. Бір жылдан кейін Бейонсе ашық сұхбат беруге бел буып, балалы болу оның өмірін қиюы мүмкін екенін айтты. Жүктілік оңай болған жоқ. Менің денем мен ойлағаннан да ауыр сынақтардан өтті. Мен босанған күні салмағым 99 келіге жуықтады. Менде өте ауыр жүктілік, жоғары қан қысымы, токсемия, преэклампсия болды. Менің бір сәбиімнің құрсағында жүрегі бірнеше рет тоқтап қалды. Сондықтан дәрігерлер шұғыл кесар тілігі арқылы босануға мәжбүр болды, деп мойындады жұлдыз. Әншінің айтуынша, ол сол кезде тозақтан өтіп, қайта оралған. Мерайя Керри 2011 жылы Мерайя мен оның жұбайы комедияшы Ник Канонның егіздері болды. Әнші кейінірек жүктілік кезінде ауыр асқынуларға ұшырағанын мойындады. Әйел суретшіде гестациялық қант, диабеті және эклампсия, сондай-ақ аяқтарының қатты ісінуі. Керридің айтуынша, ол сәбилерін көтеру үшін көп нәрсені басынан өткерді. Ал соңғы сәтте дәрігерлер балалар мен ананың өмірін сақтап қалу үшін шұғыл түрде кесар тілігін жасауды ұйғарды. Ким Кардашан мен Кани Уэсттің 4 баласы бар. Үлкен қызы Норт пен ұлы Сентті жұлдыз өзі дүниеге әкелді. Ал отбасындағы кенже балаларды суррогат аналар көтерді. Жүктіліктің қиындығына байланысты дәрігерлер мерзімінен бұрын кесар тілігін жасауға мәжбүр болды. Жаңа туған нәресте Норттың салмағы небәрі 1 келі 800 грамм болды. Босанғаннан кейін плацента денеден өздігінен кету керек. Бірақ менің жағдайда ол кептеліп қалды. Осы мәселеге байланысты босанған әйелдер көбінесе қайтыс болады. Олар жай ғана қан кетеді. Өлімнің алдын алу үшін. Және бұл өте қорқынышты. Менің дәрігерім маған қолын тигізіп, содан кейін тырнауға мәжбүр болды. Адам төзгісіз ауырсыну, деп бөлісті Кардашан. Екінші босану кезінде жағдай қайталанды. Жұлдыздың денсаулығын жақсарту үшін тіпті 5 ота жасатуға тура келді. Осындай сынақтардан кейін дәрігерлер Кимге босануға тыйым салды. Кристи Терлингтон 90-шы жылдары бұл супермодельдің химиясы Калвин Клайн мен Наоми Кемпбелл, Клаудия Шифер және басқа да ұшу-қону жолағы жұлдыздарымен бір қатарда жұмыс істегенінің арқасында аталды. Кристи қызы Грейс пен ұлы Финді тәрбиелеп отыр. Ол 2003 жылы тұңғышын дүниеге әкелгенде асқынулар пайда болды. Қатты қан кетудің салдарынан босану қайғылы аяқталды. Бақытымызға орай, дәрігерлер оның өмірін сақтап қалды. Бірақ босану кезінде қан кетудің оңай болуы Кристиге қатты әсер еткені сонша, ол 2010 жылы бүкіл әлемдегі аналарға жүктілік және босану кезінде жақсырақ медициналық көмек алуға көмектесетін қайырымдылық қорын ұйымдастырды. Саша Савелова әнші 2010 жылы актер Кирилл Сафоновқа үйленді. Ер адам балалы болуды армандады, бірақ Саша босануға асықпады. Өйткені ол оған дайын емес еді. Ал тұрақты гастрольдік сапарлар оның ана болуына кедергі болды. 2018 жылы ерлі зайыптылар ақыры сәби күтіп жатыр деген қауесет тарап, оны соңына дейін жасыруға тырысты. Ұлы Леон өткен жылдың 22 наурызында дүниеге келген. Ал кейінірек Савелова ашық сұхбат беріп,
оның өміріндегі ең маңызды оқиғалардың бірі шынымен қалай болғанын айтып берді. Кез келген әйел сияқты, Саша бәрі жақсы болады деп үміттенді. Бірақ ол тек қарапайым босануды армандай алды. Жүктіліктің соңғы апталарында кенеттен қысым күшейіп, менің де, баламның да өміріне қауіп төнді. Дәрігерлер менің жағдайымды тұрақтандыруға тырысты. Сондықтан мен мерзімімнің соңына жеттім. Бірақ нәтиже шықпады. Мен шұғыл босануға тура келді. Бақытымызға орай, бәрі ойдағыдай өтті, деп еске алды әнші. Ол өзін және баласын құтқарған дәрігерлерге де алғысын білдірді. Рейчел Гриффитс, менің ең жақын досымның үйлену тойы фильмімен танымал актриса. Клиент әрқашан 2009 жылы қайтыс болды. 3-ші рет ана атанды. Бұрынғы босанғандарынан айырмашылығы, ол қиындықтарға тап болды. Рейчелдің жатыры жарылып, оны өліп қала жаздады. Гриффитстің айтуынша, бұл оқиға оны өмір туралы ойлануға мәжбүр еткен. Содан бері ол аз жұмыс істеп, отбасымен көбірек уақыт өткізе бастады. Актриса үшін өз өмірінен ләззат алуға және әлемдегі ең жақсы көретін адамдарымен араласуға тырысу маңыздырақ. Гвинет Пэлтроу. Бұған сену қиын, бірақ актриса 3-ші жүктілігінде өліп қала жаздады. Гвинеттің 2 баласы ғана бар екенін еске түсірсек, оған сену одан да қиын. Актрисаның сол кездегі күйеуінің тұңғышы 2004 жылы дүниеге келген. Олар қызына ең көп таралған есімді таңдамады. Апл. 2 жылдан кейін олардың ұлы Мұса дүниеге келді. Бірақ 3-ші жүктілігі де болды. Ол түсік тастаумен және асқынулармен аяқталды, бұл қайғылы жағдайға әкелді. Журналға берген сұхбатында Ю Гвинет былай деді: «Мен 3-ші рет жүкті болған кезде, бұл өте жаман тәжірибе болды. Мұның бәрі түсік тастаумен аяқталды, мен өліп қала жаздадым». Ассол Василова осы жылдың наурыз айының ортасында репердің әйелі Эсти қызын дүниеге әкелді. Ерлі зайыптылардың жанкүйерлері оларды құттықтай бастады. Кейінірек олар қыздың босануы өте қиын екенін білді. Ал сол жүктілік кезінде өзін жақсы сезінгенін және өзі босануды жоспарлағанын айтты. Босанудың алғашқы сағаттарында бәрі де жақсы болды. Бірақ кейінірек дәрігерлер қызға есепшоттың бірнеше минутқа созылғанын айтып, шұғыл кесар тілігін жасауды талап етті. Ассол бұл жағдайдың қазір оған дұрыс болып көрінетінін мойындады. Бастапқыда олар 2-ші баласын 6 айдан кейін дүниеге әкелгісі келді. Бірақ күтпеген операцияға байланысты енді 1 жылдан кейін ғана біз қалпына келтіруге көбірек уақыт бөлеміз, деп қорытындылады репердің әйелі.